Буддизм немесе Будда діні. Буддизм дүние жүзіне кеңінен таралған негізгі үш діннің бірі. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-6 ғасырларда Үндістанның бүгінгі Бихар штатында пайда болды. Буддизмнің негізін салушы Сиддхартха Гаутама деп есептеледі. Сиддхартха Гаутама Будда ретінде белгілі. Үндістанның солтүстігінен шыққан монах, данышпан және философ болған. Азиядағы ең танымал діндердің бірі және бүкіл әлем бойынша миллиондаған ізбасарлары бар буддизм оның ілімдеріне негізделген. Буддизм басқа ілім танымдарды бойына оңай сіңірді. Және оның негізгі қағидасы жан иесіне жамандық жасамау болғандықтан жер жүзіне соғыссыз тарады. Қазіргі кезде буддизм дінін 1 миллиардқа жуық адам ұстанады. Буддалық діни ілім көзқарастардың күрделі жүйесі. Сенім. Ол діни шығармалар жинағы Трипитакада баяндалған. Буддизмнің уағыздарының өзіне тән ерекшеліктері бар. Буддизмде дүниені жаратушы Құдай жайындағы идея айтылмайды. Буддизм фәни өмірдің азаптары, ауру, кәрілік, өлімнен құтылу жолын іздейді. Ол өмірдің қасіреті нәпсінің тілегіне байланысты деді. Адамның денесі уақытша өмір сүреді, ал нәпсі қанағатсыз тілегімен, өлімнің қорқынышымен ылғи бейнет туғызады. Сондықтан нәпсінің тілегінен құтылу керек. Ол үшін 4 асыл ақиқатты білу қажет. Бірінші, өмір деген қасірет. Екінші, адамдар бұл дүниеде рахат көрсем бай болсам дейді. Қасірет себептері осында жатыр. Барлық дүниелік тілектерден толық бас тартып, нирванаға жеткенде ғана қасіреттен арылуға болады. Нирванаға және құдіретті ақиқатқа ортаңғы немесе 8 түрлі жолмен жетуге болады. Буддизмдегі нирвана тілектер мен ынтызарлықтан тәуелсіздік, қиналу мен құштарлықтан бостық, қиналу сансарлардың туындауынан тәуелсіздік. Дхарма сана ағынының барлық элементтері, тыныштық қалпында болатын сана сезім қалпы. Барлық қайғыдан босатылғанда ғана қол жеткізуге болатын ең биік мақсаты. Нирванаға жетудің жолдары. Қасіретінің себептерін дұрыс түсіне білу, дұрыс ойлай білу, сөзді дұрыс құру, дұрыс әрекеттер жасау, салауатты өмір сүру, адал еңбек ету, ізгі нәрселерді ойға сақтау, дене күші мен психиканы дұрыс арнаға сала білу. Буддизмдегі негізгі ең ірі бағыттар. Хинаяна. Хинаяна діни ілім, ғұрыптардың мызғымастығын жақтады. Махаяна оған қосымшалар енгізудің, буддизмге кеңірек және еркінірек түсіндірме беруді қолдады. Біздің заманымыздың жаңа дәуірінің басында Сангханың әртүрлі ағымдарынан 2 үлкен мектеп пайда болды. Олар Хинаяна кіші күйме және Махаяна үлкен күйме. Қазіргі кезде буддизмнің 3 ағымы бар. Олардың діні, әдет-ғұрыптары, догмалары бір-бірінен айырмашылығы өте зор десек те болады. Бұл ағымдар үнді буддизмі Тхеревада, дао буддизмі Махаяна, тантрикалық буддизм Ваджраяна. Азияның көптеген елдерінде буддизм қазіргі кездің өзінде қоғамдық және жалпы мемлекеттік өмірге елеулі ықпал етіп отыр. Бұл елдердің бір қатарында буддизм мемлекеттік дін болып есептеледі. Империалистер буддизмнің ықпалын ескере отырып, бұл дінді өзінің реакцияшыл саяси мақсаттарына пайдалануға тырысады.
будда дінін ұстанатын мемлекеттер. Буддистердің көпшілігі оңтүстік шығыс және шығыс Азия елдерінде тұрады. Олар Бутан, Вьетнам, Үндістан, Камбоджа, Қытай, Корея, Лаос, Моңғолия, Мьянма, Непал, Таиланд, Тибет, Шри-Ланка, Жапония сияқты мемлекеттер.